Ауылдың шетінде орналасқан екі қабатты ескі үйді бәрі үнсіз үй деп атайтын. Себебі онда тұратын әйел Айсұлу ешқашан ешкіммен артық сөйлеспейтін. Күйеуі қалада жұмыс істейді. Айына бір-ақ рет келеді деген әңгіме бар. Ал көршілер оны үнемі жалғыз көреді. Мен бұл ауылға жазда ғана келдім. Университеттен демалыс алып, нағашыма көмектесу үшін. Оның үйі дәл Айсұлудың қарсы алдында еді. Алғаш рет оны кешкісін көрдім. Ол ауласында кір жайып тұрған. Жел шашын бетіне ұрып, ол оны жай ғана қолмен ысырып қойды. Сол сәтте ол маған көз тастады. Бейтаныс адамға қарайтын көз емес еді. Бір түрлі ұзақ, үнсіз, түсініксіз. Сол күннен кейін мен оны жиі кездестіре бастадым. Бірақ ең қорқыныштысы, ол да мені әдейі күткендей болатын. Бір күні түнде электр жарығы өшіп қалды. Ауыл қараңғылыққа батып кетті. Телефонның жарығымен сыртқа шықтым. Кенет қарсы үйдің қақпасы сықырлап ашылды. Айсұлу. Қорқтым ба? Деді жай ғана. Дауысы бұрын естігенімнен мүлде басқа еді. Жұмсақ, бірақ ішінде бір ауыр нәрсе бар сияқты. Сол түні біз ұзақ сөйлестік. Ол алғаш рет күлімсіреді. Бірақ күлімсіреген сайын көзіндегі мұң анық көрінетін. Кейде адам жалғыздықтан қашу үшін біреумен сөйлескісі келеді, деді ол. Мен үндемедім. Сол сәтте бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Бірақ кеткім келмеді. Келесі апталарда бұл түнгі кездесулер әдетке айналды. Біз ешқашан бір-бірімізге қол тигізбедік. Бірақ арадағы үнсіздік кейде сөзден де ауыр болатын. Ауылда өсек тез тарайтынын білетінбіз. Сондықтан бәрі құпия қалуы керек еді. Бір күні ол маған, егер біреу білсе, бәрі бітет, деді. Не бітет? Ол жауап бермеді. Күзге қарай күйеуі келді. Үйдің алдында бейтаныс көлік тұрды. Терезеден Айсұлудың айқайлағанын естідім. Сосын есік тарс жабылды. Сол түні ол шықпады. Ертеңінде де. Үшінші күні қақпа ашық тұрды. Бірақ аула бос еді. Айсұлу жоғалып кеткен. Ауылда түрлі әңгіме тарады. Күйеуі алып кетіпті. Өз еркімен кетіпті. Біреумен қашып кетіпті. Бірақ бір нәрсе ешкімге тыныштық бермеді. Үйдің ішіндегі барлық зат орнында қалған. Тіпті оның сүйікті көк шәлісі де орындықта ілулі тұрды. Қыстың басында пошта арқылы маған хат келді. Жіберуші көрсетілмеген. Ішінде тек бір парақ қағаз. Сен ғана түсінетін бір шындық бар. Ол үйге енді ешқашан барма. Қолтаңба жоқ. Бірақ жазу Айсұлудікі екеніне күмәнім жоқ еді. Сол түні мен алғаш рет шым қорықтым. Себебі терезеден қарасам, қарсы үйдің ішінде жарық жанып тұрды. Ал ол үй бос болуы керек еді. Мен батылым жетіп қақпаға жақындадым. Есік ашық тұрды. Ішке кіргенде суық леп бетіме ұрды. Үйдің ортасында бір ғана орындық тұр. Оның үстінде көк шәлі. Ал қабырғада бір жазу. Кейбір құпиялар махаббаттан емес, қорқыныштан туады. Сол сәтте сыртта көлік дауысы естілді. Мен терезеге жүгіріп бардым. Қара көлік баяу тоқтады. Ішінен оның күйеуі шықты. Және ол маған тура қарап тұрды. Мен сол түні ауылдан кетіп қалдым. Бірақ әлі күнге дейін бір сұрақ мазалайды. Айсұлу шынымен қашып кетті ме? Әлде сол үйден ешқашан шыға алмады ма? Бұл оқиға осыдан 3 жыл бұрын басталды. Мен ол кезде қалаға жаңа келген студент едім. Ақша жоқ, таныс жоқ, үміт қана бар. Пәтер табу қиын болғандықтан, уақытша бір отбасымен бірге тұруға мәжбүр болдым. Сол үйде мен оны көрдім. Дана, үй иесінің әйелі. Ол менен 12 жас үлкен еді. Бірақ алғаш көргенде жас емес, көзіндегі шаршау бірден байқалды. Бақытсыз адамның көздері. Күйеуі ірі кәсіпкер, үнемі іс сапарда. Үйде сирек болады. Ал Дана үлкен үйде жалғыз. Біздің алғашқы әңгімеміз ас үйде басталды. Сен бұл қалада ұзақ қаласың ба? Деп сұрады ол. Білмеймін, бәрі қалай болады. Ол басын изеді. Кейде адам кеткісі келсе де, кете алмай қалады. Сол кезде оның не айтқысы келгенін түсінбедім. Апталар өтті. Біз жай ғана сөйлесетінбіз. Кітаптар, фильмдер, өмір туралы.
Бірақ уақыт өткен сайын арадағы бір нәрсе өзгерді. Үнсіздік ұзарды. Көз қарастар тереңдеді. Ал бір кеште жаңбыр жауып тұрғанда бәрі бұзылды. Жарық өшіп қалды. Үй қараңғы. Терезеге жаңбыр тарсылдайды. «Қорықпайсың ба?» деді ол. Мен басымды шайқадым. Сол сәтте ол маған тым жақын тұрғанын байқадым. Біз ештеңе айтпадық. Бірақ сол түні біздің құпиямыз басталды. Бұл бірнеше айға созылды. Қаланың шетінде кездесулер, бос көшелер, түнгі ұзақ әңгімелер. Біз өзімізді біреуден жасырып жүргендей сезіндік. Бірақ нақты кімнен екенін білмедік. Мен оны шым жақсы көрдім. Ал ол маған, егер бәрі басқаша болғанда деп жиі айтатын. Бір күні ол жоғалып кетті. Телефоны өшірулі. Үйге барсам қақпа жабық. Көршілер айтты. Күйеуі оны шетелге алып кетіпті. Мен сенбедім. Бірақ ең жаманы, бір аптадан кейін мені полиция шақырды. Олар маған оның күйеуінің шағым түсіргенін айтты. Менің әйелімді мазалап, қорқытып жүрген адам деп. Мен түсіндім. Ол мені құтқару үшін емес, өзін құтқару үшін сатты. Сол күннен кейін мен қаладан кеттім. 3 жыл өтті. Мен өзгердім. Ақша таптым. Адамдарды таныдым. Қалаға қайта оралдым. Бір кеште элиталық мейрамханада оны қайта көрдім. Дана, бірақ ол жалғыз емес еді. Күйеуі жанында, ал көздері бұрынғыдан да бос. Ол мені бірден таныды. Қолындағы стақан дірілдеп кетті. Түнде мейрамханадан шыққанда ол мені сыртта күтіп тұрды. «Сен қайтып келмеуің керек еді», деді сыбырлап. «Ал сен мені сатпауың керек еді». Ол жылап жіберді. «Сен түсінбейсің, ол бәрін білетін». Мен үндемедім. «Егер мен сені қорғауға тырыссам, ол сені жоқ қылар еді», деді. Сол сәтте мен шындықты түсіндім. Бұл сатқындық емес еді, бұл қорқыныш. «Енді не істейсің?» деді ол. Мен оған ұзақ қарадым. «Кек аламын деп ойлайсың ба?» Ол үндемеді. «Жоқ», дедім ақырын. «Кейде ең ауыр кек бақытты болу». Мен бұрылып кеттім. Сол түні алғаш рет өткенді жібердім, ал артта қалған әйел үнсіз жылап тұрды. Бір айдан кейін жаңалықтардан естідім. Ірі кәсіпкер жемқорлық ісімен тұтқындалды, ал оның әйелі шетелге кетіп қалған. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Бірақ кейде маған белгісіз нөмірден бір ғана хабарлама келеді. Егер уақытты кері қайтара алсақ. Мен ешқашан жауап бермеймін. Себебі кейбір махаббаттар қайта оралса, тағы да біреуді жойып жібереді. Мен оны кездестіргенде, оның күйеуінің кім екенін білмедім. Егер білгенімде, сол күні-ақ қашып кетер едім. Айдана элиталық тұрғын үй кешенінде тұратын. Мен ол жерге курьер болып жұмысқа тұрғанмын. Бір күні кешке оның пәтеріне тапсырыс апардым. Есік ашылғанда ол бірден «Ақырын сөйлеңіз», деді сыбырлап. Үй іші қараңғы еді. «Күйеуім үйде», деді. Даусында қорқыныш бар. Мен кетейін деп бұрылдым. Сол сәтте дәліздің кереңінен ауыр қадам естілді. Бір ер адам шықты. Суық көздер, үнсіз, қарап тұр. «Кім бұл?» деді. «Курьер», деді Айдана тез. Ол маған ұзақ қарап тұрды да есікті жапты. Сол көзқарасты мен әлі ұмыта алмаймын. Келесі апталарда мен дәл сол мекенжайға жиі бара бастадым. Тапсырыстар кездейсоқ сияқты көрінді, бірақ шын мәнінде ол өзі шақыратын. Бір күні ол есікті ашып, сыбырлап айтты. «Сен кеткен соң ғана тыныс аламын». Сол кезде бәрі басталды. Айдана бұрынғы өмірі туралы ештеңе айтпайтын, кек бір нәрсе анық еді. Ол бұл үйде тұтқын сияқты. «Мен кеткім келеді», деді бір күні. «Неге кетпейсің?» Ол маған қарады. Ол мені ешқашан жібермейді. Бір кеште ол маған флешка берді. «Егер маған бірдеңе болса, мұны полицияға бер». «Не бар онда?» «Оның шын өмірі». Сол кезде мен күйеуінің жай бизнесмен емес екенін түсіндім. Флешканы ашқанда қолым дірілдеді. Қара ақша, қорқыту, жоғалған адамдар, қылмыстық байланыстар. Ол қаладағы ең қауіпті адамдардың бірі еді, ал мен оның әйеліне ғашық болып қалғанмын. Сол түні маған белгісіз нөмірден хабарлама келді. «Бөгде адамның әйеліне жақындама». Мен жауап бермедім, бірақ келесі күні жұмысқа бара жатқанда қара көлік мені баяу аңдып жүрді. Сонда ғана
кеш екенін түсіндім. Айдана маған соңғы рет қала сыртында кездесті. Біз қашуымыз керек деді. Қайда? Қайда болса да, кек ол таба алмайтын жерге. Оның қолдары мұзда еді. Ол бәрін біліп қойды деді. Сол сәтте алыстан көлік шамдары көрінді. Ол қорқып кетті. Егер менімен бірдеңе болса, сен тірі қалуың керек. Жоқ, біз бірге. Тыңда, деді ол қаттырақ. Ол сен үшін де келеді. Сол түні ол жоғалып кетті. Ресми түрде шетелге кеткен. Бейресми түрде ешкім оны қайта көрмеді. Бір аптадан кейін маған қоңырау келді. Таныс емес дауыс. Сен тірі қалғаныңа қуану керексің. Айдана қайда? Ұзақ үнсіздік. Кейбір адамдар қашып құтыла алмайды. Қоңырау үзілді. Мен қаладан кеттім. Жылдар өтті. Бірақ бір күні жаңалықтардан көрдім. Сол адам Айдананың күйеуі халықаралық іздеуге жарияланған. Оның бүкіл империясы құлады. Сол кеште пошта жәшігімнен конверт таптым. Ішінде бір ғана сурет. Теңіз жағасында тұрған әйел. Артынан түсірілген. Бірақ мен оны бірден таныдым. Айдана. Суреттің артында бір сөйлем. Мен ақыры еркіммін. Кейде мен ойлаймын, бұл махаббат болды ма? Әлде біз тек қауіпті адамның көлеңкесінде қалған екі адам ғана болдық па? Бірақ бір нәрсені анық білемін. Қауіпті адамдардан қашып құтылуға болады. Ал өткеннен ешқашан. Айданадан келген соңғы суреттен кейін мен алғаш рет тыныш ұйықтадым. Ол тірі. Ол еркін. Мен де өмірімді қайта бастауға тырыстым. Бірақ 3 айдан кейін бәрі қайта басталды. Түнгі сағат 02:17. Телефоным дыбыс шығарды. Белгісіз нөмір. Тек бір хабарлама. Сен оны шынымен еркін деп ойлайсың ба? Сол сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Келесі күндері мені біреу бақылап жүргендей сезім кетпеді. Көшеде, метрода, тіпті үйдің жанында. Бір кеште есігімнің алдында кішкентай қорап тұрды. Ішінде флешка. Мен оны компьютерге салғанда бейне ашылды. Қараңғы бөлме. Камера сәл дірілдейді. Ортада орындық. Орындыққа бір әйел отырғызылған. Басы төмен. Қолдары байлаулы. Камера жақындағанда демім тоқтап қалды. Бұл Айдана. Бірақ ол қозғалыссыз. Тірі ме жоқ па түсініксіз. Сол кезде кадр сыртынан ер адамның дауысы естілді. Кейбір адамдар қаштым деп ойлайды. Бұл оның күйеуінің дауысы еді. Бірақ олар ешқашан кеткен емес. Камера баяу көтерілді. Айдананың көздері ашық, бірақ бос. Өлі көздер. Мен айқайлап жібердім. Бейне сонында бір мекенжай шықты. Мен бармауым керек еді. Бірақ бардым. Қаланың сыртындағы ескі қойма. Есігі ашық. Ішінде ешкім жоқ. Тек ортасында бір орындық. Және жердегі телефон. Телефон шырылдап жатты. Мен көтердім. Келдің бе? Деді сол дауыс. Мен сөйлемедім. Сен оның батырым ойнағын келді. Енді соңыңды көр. Сол сәтте арт жағымнан есік тарс жабылды. Қараңғылық. Қадамдар. Біреу жақындап келеді. Мен бұрылып үлгермедім. Басымнан қатты соққы тиді. Көзімді ашқанда өзімді орындықта байлаулы күйде таптым. Дәл бейнедегідей. Ал қарсы алдымда ол тұр. Айдананың күйеуі. Сен жақсы көрдің бе оны? Деді жай ғана. Мен үндемедім. Ол да сені жақсы көрді. Ол күлімсіреді. Сондықтан мен оны жазаладым. Мен айқайладым. Ол тірі ме? Ұзақ үнсіздік. Сосын ол сыбырлады. Қазір сен оның жанында боласың. Сол кезде бөлменің есігі ашылды. Екі адам үлкен қара қап әкелді. Олар оны ашқанда ішінен көк көйлек көрінді. Айдананың көйлегі. Мен көзімді жұмдым. Соңғы есімде қалғаны оның дауысы. Кейбір махаббаттар өлімнен де қауіпті. Бұл оқиғаны полиция хаттамасынан оқыдым. Иә, мен емес. Бұл әңгімені жазып отырған тергеуші. Себебі сол қоймадан екі адам табылды. Бірі бірнеше ай бұрын жоғалған әйел. Екіншісі белгісіз жас жігіт. Екеуі де орындыққа байланған күйде. Ал қылмыскер ешқашан табылған жоқ.
Қойма бұзылар алдында қабырғада бір жазу табылды. Ешкім менікі болған нәрсені тартып ала алмайды.